Қайырлы күн әріптестер. Бүгін біз сабақта қолданылатын ең тиімді әрі қызықты әдіс-тәсілдер топтамасымен танысамыз. Ең әуелі менің каналыма жазылып кетіңіздер. Галереяны шарлау әдісі. Мақсаты талқылау, идея тастау, идеяға жауап беру, пікір алмасу. Қолданылуы: қабырғаға дайын постерлер ілінеді, галереяға саяхат. Топтар кабинет ішінде қозғалысқа түседі. Қабырға газеттерін қорғайды, сараптайды, талдайды және де жапсырма қағазға пікірін немесе сұрағын жапсырып кетуге болады. Галереяға саяхат аяқталған соң, топтар жұмыстарға шолу жасап, өз қабырға газеттеріне жазылған сыныптастарының пікірін сараптайды, талқылайды, сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасып, қорытындылайды. Биопоэма әдісі. Мақсаты алғашқы сабақ кезінде қолдануға болады, яғни бір-бірімен танысу мақсатында жан-жақты ақпарат жинау, ол ақпаратпен бөлісе алады. Топтағы таныстықты арттырады, өз ортасындағы ұқсас адамдармен жұмыс жасайды, ізденімпаздығын арттырады. Қолданылуы: А4 парақты 8 бөлікке бөліп, әр бөлікке өз туралы маңызды ақпаратты толтырады. Мәліметтерді толықтырып болған соң, бүкіл топ мүшелерінің біреуінен ұқсастықты байқау, саралау, мәліметті талқылай алады. Келесі өрмекші әдісі. Мақсаты жаңа материалды пысықтайды, түйінді ойларды бекітеді. Өрмекші сұлбасына меңгерілген материалды пысықтау мақсатында кезең-кезеңдермен пысықтауға тиімді. Қолданылуы: оқушылар постерге өрмекшінің сұлбасын сала отырып, басына тақырыпты, денесіне өзекті ойларды жаза алады. Ал аяқтарына тірек сөздерді жаза отырып, шешу жолдарын жазып, өз ойларын тиянақтайды, пысықтап қорытындылай алады. Келесі үштік әдісі, яғни топпен жұмыс болып табылады. Мақсаты оқушылар ойына келген жауаптар немесе идеяларды барынша көп жазу арқылы кейін өз идеяларымен бөліседі. Оқушылардың есте сақтау қабілеті сақталады, өз ойын ашық айта алады. Оқушылардың оқылым, айтылым, тыңдалым және де жазылым дағдылары қалыптасады. Қолданылуы: сынып бойынша тапсырманы оқиды. Оқушылар бірнеше жұптан бөлінеді. 3-тен бөлуге болады. Мысалы, бірінші оқушы оқиды, немесе айтады, екінші оқушы тыңдайды, үшінші оқушы түртіп алады, кейін өз пікірлерін айтады және де пікір алмасу жүреді. Келесі еркін әңгіме әдісі, немесе эссе жазу. Мақсаты оқылған мәлімет бойынша өз ойларына талдау жасау. Оқылған мәлімет бойынша өз ойларын талдай алады. Проблема бойынша өз көзқарастарын рефлексия жасай алады. Қолданылуы: мәліметті әр оқушы өз ойымен 10-15 сөйлеммен қағаз бетіне түсіреді. Эссе жазар алдында міндетті түрде нақты критерийлер беріледі. Соңында сол критерийге сәйкес келетін кері байланыс жасау болады. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.